Аделя, қалайсыз? Жақсы. Сіздің демалысыңыз қалай өтті? Жақсы өтті. Аделя, сіздердің достықтарыңыз аяулым мен жігіт үшін болмай қалғаны рас па? Иә, рас. Сондай ма? Өкінішке орай, арамызда бір ер азаматты тұрып қалу өте өкінішті, бірақтан аяулымның жағынан бір өте төмен іс-әрекет болды. Ол қандай іс-әрекет? Оны эфирде айтармын. Жалпы негізі көңіл күйіңізді түсірмедіңіз ба ол үшін? Или уайымдатып? Адамдар келеді, кетеді. Главное, мені сыйлайтын адамдар бар бұл жерде. Аяулым ол уақытша адам болды, рөлін атқарды, миссиясы бітті менің өмірімде. Қалайсыз? Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Демалысым жақсы өтті, нормально. Аяулым, сіздің көңіл күйіңіз жақсы ма? Көңіл күйім күшті. Иә. Құрбыңыздан бір айырылып қалып жатсыздар. Енді бұл жерге біз жар іздеуге келдік қой, дұрыс па? Дос іздеуге келген жоқпыз. Сондықтан басты мақсатымызды ұмытпау керекпіз деп ойлаймыз. Негізі неге жігіт үшін қандай мәселе болды сонда? Мәселе бұл жігіт үшін деп ойламаймын. Просто өзіміз арамызда дұрыс емес мәселелер пайда болып қалды, бірақ ол жігіт үшін емес. Сіздер негізі бірге тұрғансыздар, иә? Бірге тұрдық. Қазір көшіп кетті ма? Жалпы бірақ сізде бәрі жақсы. Ал хейтке қалай қарайсыз? Хейтқа уже етім үйреніп кетті, шынымен. Да? Нормально, иә. Бір жылап түнде қатты көңілге алу деген болмай ма? Қарғыс ататындар бар. Олар енді былай ғой, мен оларға дым жасамадым, қарғыстар өзіне тек. Қалайсыз, Аягөз? Болады. Бүгін Алишер жоқ, бірақ Аягөз өзім Алишердің орнын басайын, құрсын деп келіп жатыр. Харизмасын алып келдім енді. Бүгін қатты сөйлеймін дейді. Қатты сөйлеймін ба, білмеймін енді, даусыма қарай байласты деп. Билейсіз ба? Билеуге стараюсь, енді стараться етемін. Аягөз, бізде болып жатқан жағдайларды көріп тұрсыз ба? Иә, шет жағасын көріп жүрмін. Бүгін жобадан кету мүмкін бір 4 қатысушымыз бар. Кім деп ойлайсыз? Дана ма? Неге Дана? Білмеймін енді, кішкене, қалай айтсам болады, кішкене ашық емес қыз ба деп ойлаймын, оған одан кейін ашылмаса үміткерлер келмейді, естественно деген сияқты. Білмеймін, өз ойым сондай. Кім кетсе қатты өкінесіз? Кім кетсе, Жәнібек кетсе, қатты өкінемін. Өзіңіз сезондасыңыз ба? Иә, сезондасым ғой, по-любому. Сол Жәнібек кеткен қаламаймын, сол үшін Дана деп ойлаймын. Ренжімесін Дана еді деп. Қалайсыз, Мадина? Осыңыз сәл біртүрлі менен қашады да жүреді. Жоқ, негізі қашпаймын ғой, просто андай біртүрлі болып тұрған сияқтымда бүгін өзіме содан камерадан қашқанда сізден. Неге? Әдемі болып тұрсыз ғой? Өзіңіздің стиліңізді. Ладно. Демалыс күнін қалай өткіздіңіз? Демалыс күнінде полный демалдым ғой. Сіз еріңізге тағы бір нәрсе істеттіңіз ба? Ерінді алып тастадым ғой полностью. Кеше барып полностью алып тастадым. Оның алдында әлі қалып қалған деді. Иә, қалған болады, мына астыларында, ана жерлерде, соның бәрін алып тастадым да, қазір өзімнің натуральный ернім. Мадина, сіз хейтке қалай қарайсыз? Мән бермеймін. Мән бермейсіз, иә? Мән бермеймін. Андай комментарий, ештемеге кірмеймін ғой, мен оқымаймын. Уведомление оқылған қылып не істеймін да, бірақ та басамын. Білмеймін ондай нәрсені оқымаймын. Ал жақсы жазатын адамдарды? Люблю ғой. Хейтерларды тоже люблю болу керек? Люблю. Саламатсыз ба, Ринат мырза? Саламатсыз ба, Қалайсыз? Демалысыңыз қалай өтті? Жақсы өтті. Не істедіңіз? Не істегенде 14-30 айтамын ғой, не істегенбіз. Жарайды. Ринат, сіз бүгін кім кетеді деп ойлайсыз? Енді кім кетеді дегенде енді негізі Жәнібек кететін жері емес деп ойлаймын. Бұл жерде кетсе Жанболат кететін шығар деп ойлаймын. Жанболат? Өйткені негізі эфирге сосын жаңағыдай қалай айтады, эфирге андай дұрыс қарамаған сияқты ауыр болатын деп бір апта эфирде болмады. Үміткерін де қайтарып жіберген бір жағынан. Сол керек деп ойлаймын. Басқа ешкім. Ал кім кетсе өкінесіз? Кім кетсе, Дана кетсе өкінетін шығармыз. Негізі білмеймін енді, жас қыз ғой.